Үрзияның зейнетсіз бейне тағдыры. Қараша үйдің қызы. Үрзия дүниеге келген ауыл сыр бойындағы шағын ғана елді мекен еді. Кеңес дәуірінің соңғы кезеңінде туып өскен ол, бала күннен еңбекке араласқан. Әкесі ерте дүние салып, анасы ауыр тұрмыстың жүгін жалғыз көтерді. Сол кезден-ақ Үрзияның жүрегіне еңбек пен төзім қатар орнады. Мектептегі оқуын аяқтаған бойжеткен жоғары білімге түсуге ниет білдірсе де, үй ішінің жағдайы оған мүмкіндік бермеді. Үрзия қалаға кетудің орнына ауылда қалып, анасына қолғабыс болуды жөн санады. Біресе мақта терді, біресе қой бақты, кейінірек ауылдағы ескі клубта тазалықшы болып жұмыс істеді. Еңбекпен өткен өмір. Үрзия тұрмысқа шыққанымен өмірі оңай болмады. Күйеуі маскүнемдікке салынып, жиі қол көтеретін. Бірақ екі баланың қамы үшін барын сабырмен көтерді. Таң атпай жұмысқа кетіп, кеш қарая үйге оралатын. Бір кезде егін алқабында, бір кезде асханада ыдыс жуушы болды. Кеңес үкіметі ыдыраған соң, тіркеусіз жұмыс істеген жылдары есепке алынбай қалды. Жекеменшік шаруашылықтарға жалданып, қолма-қол ақшамен қана күн көрді. Қайда барса да, ресми түрде еңбек өтілі жоқ деген жауап алды. Балалар мен үміт. Балалар өсті. Бірі қалаға кетті, екіншісі шетел асты. Анасының бейнетін көріп өскен олар, қолдан келгенше көмек беруге тырысса да, өмірдің өз заңдылығы бар еді. Үрзия олардың бақытын тіледі, ешқашан реніш білдірмеді. Қартайған шағында немерелерінің күлкісіне қана медет қылды. Зейнет жасына жеткенде, жасы 65-ке жеткенде Үрзия ең алғаш рет зейнетке шығу жайын ойлады. Құжаттарын алып тиісті мекемеге барғанда, оған зейнетақы тағайындалмайтыны белгілі болды. Себебі қолында толық еңбек өтілін дәлелдейтін құжаттар жоқ еді. Кезінде тіркеусіз істеген жұмыстары, жалақысы тек қолма-қол төленген қызметтері зейнетақы жүйесіне есепке алынбаған. Тірнектеп өткізген өмірі, бейнетпен өткен күндері көз алдында тізіліп тұрды. Үрзия ешкімді кінәламады. Жазғырып, жылаған да жоқ. Тек үнсіз есік алдына отырып, көзін көкжиекке тігіп ұзақ отырды. Бір күні ауыл әкімдігінен жас қыз келіп: «Үрзия апа, сіз жайлы облыстық газетке мақала шығыпты. Ауылдағы жастар ерікті түрде сізге көмек бермекші. Үйіңізді жөндеп береміз» деді. Сол сәтте Үрзияның ішінен үміт сәулесі жылт етті. Зейнетақы алмаса да, адамдық мейірімнің бар екеніне сенді. Оның өмірі құжаттарға жазылмаса да, жүректерге жазылып қалған еді. Үрзияның өмірі мыңдаған қарапайым аналардың, елеусіз қалған еңбек иелерінің тағдыры. Ол зейнетақысыз қалды, бірақ ешқашан адамдық қадір қасиетін жоғалтпады. Үрзияның адалдығы, төзімі мен еңбекқорлығы оның шын байлығы еді. Қоғам кейде қағазға қарап шешім шығарады, бірақ шындық адамның өмірінде, жүрек пен жанның тазалығында. Үрзияның зейнетсіз бейнеті қоғамға үндеу, еңбекті есеппен емес, құрметпен бағалау керек. Бұл хикая үнсіз өткен тағдырлар жайлы үн қату.